Жөтел әртүрлі себептерге байланысты пайда болатын күрделі симптом. Ол вирустық инфекциялар, суық тию, аллергия, астма, немесе басқа да аурулармен байланысты болуы мүмкін. Жөтелді емдеуге арналған үй жағдайындағы әдістер көп, бірақ оның себебін анықтау маңызды, өйткені жөтел әртүрлі аурулардың белгісі болуы мүмкін. Егер жөтел ұзақ уақыт бойы жазылмаса, немесе басқа ауыр симптомдармен бірге болса, мысалы, дене қызуының көтерілуі, қақырықтың түсінің өзгеруі, дәрігерге қаралу қажет. Жалпы алғанда, жеңіл жөтелді үй жағдайында емдеуге арналған бірнеше тиімді әдіс бар. Міне, солардың кейбірі. Бір шөптен жасалған дәрілер мен инфузиялар. Шалфей мен түймедақ, бұл шөптер қабынуды басуға, тыныс жолдарын тыныштандыруға және жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Шалфей мен түймедақтың қайнатпасын ішу үшін бір ас қасық шөпті бір стақан қайнаған суға салып, 10-15 минут тұндырып, күніне 2-3 рет ішіңіз. Женьшен және эхинация. Бұл шөптер иммунитетті күшейтуге көмектеседі. Олар суық тию немесе вирустық инфекциялар кезінде пайдалы болуы мүмкін. 2 бал мен лимон. Бал табиғи антисептик және жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Лимонның құрамындағы С витамині иммунитетті нығайтады. Бал мен лимонды біріктіріп, күн сайын 1-2 ас қасықтан тұтынуға болады. Рецепт: 1 ас қасық балды 1 ас қасық лимон шырынымен араластырып, жылы суға қосып ішіңіз. Бұл қоспа жөтелді жеңілдетуге және тамақты тыныштандыруға көмектеседі. 3 тұзды су. Тұзды сумен шүйкеу, тамақты және ауыз қуысымен жұтқыншақты, жөтелді жеңілдетуге көмектеседі, өйткені тұзды су қабынуды басады және тамақтағы микробтарды жояды. Рецепт: 1 шай қасық тұзды 1 стакан жылы суда ертіп, күніне бірнеше рет тамақты шаюға болады. 4 жылы сусындар. Жылы сұйықтықтар, мысалы, шөп шайы, жылы су, сорпа, жөтелді жеңілдетіп, тыныс жолдарын ылғалдандырады. Бұл жөтел кезінде тамақтың құрғақтануынан туындаған ыңғайсыздықты азайтады. Рецепт: жылы суға бал мен лимон қосып ішіңіз. Немесе түймедақ шайы мен имбирді араластырып ішкен пайдалы. 5. Имбир. Имбир қабынуға қарсы әсер көрсетеді және тыныс жолдарын тазартады. Ол жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Рецепт: 1 шай қасық үгітілген имбирді 1 стакан жылы суға салып, 5-10 минут тұндырып, күніне 2-3 рет ішіңіз. Имбирді балмен немесе лимонмен қосып ішкенде пайдалы. 6. Пармен емдеу. Ыстық бу дем алу жолдарын ылғалдандырып, тыныс алу жолдарына түсетін қабынуды жеңілдетеді. Бұл әдіс құрғақ жөтел кезінде тиімді болады. Рецепт: ыстық суға бірнеше тамшы эвкалипт майын немесе лаванда майын қосып, оның буын 5-10 минут бойы тыныс алыңыз. Балзамдар ескі және тиімді әдіс. Балзамдарды қолдану. Мысалы, звездочка балзамын кеудеге жағып, тыныс алу жолдарын ашуға көмектеседі. 7. Көкөніс шырындары. Сәбіз шырыны табиғи түрде жөтелді жеңілдетеді. Оны күнделікті ішіп тұру жөтелдің тезірек жазылуына көмектеседі. Қызылша шырыны да өте пайдалы, өйткені ол ағзаны тазартуға көмектеседі және тыныс жолдарын жеңілдетеді. 8. Тыныс алу жаттығулары. Жөтелді жеңілдету үшін тыныс алу жаттығулары да пайдалы болуы мүмкін. Терең тыныс алу және дем шығару тыныс жолдарын тазартуға көмектеседі. 9. Ауа ылғалдандыру. Құрғақ ауа жөтелді нашарлатады. Сондықтан бөлмеде ылғалдандырғыш құралды пайдалану немесе ыстық суға ыдыс қою арқылы ауаны ылғалдандыруға болады. 10. Жылы ванна. Жылы ванна ішкі тыныс жолдарын ашуға және денені босаңсытуға көмектеседі. Бұл жөтелдің жеңілдеуіне әсер етуі мүмкін. Ескерту: жөтелдің себебі. Егер жөтелдің себебі вирустық инфекция болса, үй жағдайында емдеу тиімді болуы мүмкін. Бірақ егер жөтел ұзаққа созылып кетсе, қатар жүрсе, дәрігерге қаралу керек. Аллергия және астма. Егер жөтел аллергия немесе астмаға байланысты болса, дәрігер тағайындаған емдеу әдістерін қолдану қажет. Егер жөтел ұзақ уақыт бойы жазылмаса, немесе басқа күрделі белгілермен қатар жүрсе, дәрігерге жүгіну өте маңызды.